достар, мына бүгінгі күні жаратылыстану ғылымы әлемі күнді апталықты ашамыз. Енді ашылу рәсімін мектеп басшысы Тұрсынбекова Қалгүл апайымызға береміз сөзді. Ал құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар, бүгін бізде ерекше күн, өздерің таңертеңнен бастап бір күндегі формамыздан басқа әсемі болып келіп тұрсыңдар. Оған себепкер мынау мектебіміздің жылдық жоспарына сәйкес қазір ғана Рахим апай айтып кетті, жаратылыстану ғылыми әлем күні атты, яғни химия, биология, сендердегі жаратылыстану пәні бойынша апталық басталып тұр. Апталық деген сөзіміз бұл бір ғана өтетін күн емес, бұл дүйсенбіден бастап жұмаға дейінгі іс-шаралар. Ол дүйсенбіден бастап жұмаға дейінгі іс-шарада күнде, әр күнге әр түрлі мероприятиялар, яғни іс-шаралар өтеді. Осындай іс-шарада сыныппен бір-бірімен параллель сыныптар арасында неше түрлі тақырыпта сайыстар, сурет салу, ән салу, жұмбақ жасыру деген сияқты іс-шаралар өтеді. Осындай іс-шарада барлықтарыңа ең бірінші денсаулық тілеймін. Одан кейін білімдеріңді шыңдап, мынау сайыстарда бір-бірімен пікір алысып, бір-біріне ұсыныс айтып, бір-бірінің білмегендеріңді осы апталықта үйреніп жүрулеріңе тілектеспін. Ал мынау пән мұғалімдеріне үлкен абырой тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін, шаршамаңыздар. Біздің балаларымыз алдымызда көз қуаныш болып өсе берсін. Жарыста бәріне сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Апайларға үлкен рахмет. Апта қорытындысында бәріміз жеңіске жете берейік. Рахмет. Көріп-біреуді. Қалағарым қалай бер? Жұмбақ қояқтың бәрі. Алайын ба? Үстіне тігіп көк шарты, астында қызыл дәу жатыр дейді. Топырақтың астында дәу. Ең қызылша ғой? Иә. Жұмашкер. 7 миллион квадрат. Жасыл асханасы деп қай мүшесін атайды? Иә, жасыл өзінің қай мүшесі екен? Жапырағы. Молодец. Не дейді? Қай кезде суға қолды кесіп алуға болады дейді. Мұзбейінде агрегатты қатты болған кезде. Молодец. Нариман ападан түсіндеріңдер. Айгүл келіп Кел Айгүл. сұрақ алайық. Ал, мына жақта. Сұрақ алмаса мектепке кіргізбейді. Допсынды келбетті, онда бар түп түгел әлемнің келбеті. Жұмбақ дейді. Қалың киім ұнатады, шешіндірсең шыдатады. Пияз. Oldu mu? Жаңада біз түсінсей, ұстап. Болды, нормально. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгін біз жаратылыстану апталығын ашып жариялаймыз. Балаларымыздың өз өнерлерін көрсетіп, жаратылыстану ғылымында қандай ерекшеліктер бар, адам өмірінде қандай кереметтей әсері бар жаратылыстану ғылымының. Сол туралы балалар өз білгендерін ортаға салып айтып береді. Қазір мына өміріміз табиғатпен байланысты біздің. Табиғатымыз ай, аспан, жер, күн болмаса, бізде мынандай өсімдіктердің ешқайсысы өспейтін еді, балалар. Сол үшін қане аспан, жерлер өздерін таныстырып өтсінші. Ал балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Аспандағы сары топ, жарқырайды жарық боп. Шешуіне жарайсыңдар балалар. Алтын таңның шуағы бақыт үшін туады. Қайырлы таң қонақтар, жарық күннің шуағы. Кең аспан қой ай күннің қашаннан ақ тұрағы. Кейде кіріп бөлмеме шуақ шашып тұрады. Шуақ шашып аспаннан шықса әлемге сән болып күн. Тіршілігі басталған жан жануар жәндіктің. Балалар, бұл қай табиғаттың бөлігі, табиғаттың қай бөлігі?
Жарайсыңдар. Ал күннен бірдей не жүреді? Ай жүреді. Күн батса туып алтына жайғасқан көктің төріне, сәулесін шашып жарқырай, сән бере жердің өңіне. Ой, жарайсыңдар. Ал аймен бірге түнде не тұрады? Мен жұлдызбын, аспанда мен тұрамын. Адамдар маған қараса, көкте жарқырап тұрамын. Ой, жарайсыңдар. Балалар, мына біздің қасымызда жемістер отыр. Тағын нелер бар? Көкөністер бар, жануарлар бар. Сол жануарлардың барлығына не керек? Кәніміз ортаға жаңбырды шақырамыз. Шетелдік жеміспіз, бірақ дәмі кереметті ішім жұмсар. Менің атым Асқаба, көңілдімін басқадан, дәрі менге баян. Мені жезек үзбеже, бойың өсер, әрқашан. Дәурменге өте бай, сәбіз деген мен болам. Атым қызанақ, пішінім бар домаға, күнде жейді жалықпай, мені барық бағырқай. Таң сығымын, бар жұрттың, жақсы өсіре алмайды, қараса егер салғыртқым. Қақсаймын мен дөңгелек, емеспін мен әңгелек, сыртым жасыл қатты, ішім қызыл тәтті, қарбыздан дәм татшы. Қабат, тоным бар, міне достар қараңдар, атым менің 40 қабат, тонымды алып санаңдар. Көкөністің атасы картоп деген мен болам. Мен жемін, күнні көзін сүйемін. Қышқыл жүрін менде бар, төмен басты ием. Қалың орман, түлкі деген қу болады. Тауықтарды жеп кетсе, ата үлкен шу болады. Сондықтан да дұрысы, аты барған оң болады. Тауықтарға сыныштық, маған ұшып тон болады. Қой баласы қонырым, қойдан жуас моманым. Шопан ата түлегі, қожа қаным қайтасын, аяй қозым, ақ қозым, еқін кесі жатқызым. Мен мұқты арыстан, аңдардың патшасы, жаумен алысқан, күл болған қанқасы. Арыстанмын, жұртқышмын, бәрінен де мұқтымын, ормандағы аңдарды жайатып салар күштімін. Қасалбасы басқыры дейді.
каталогын шығарған Қасқыр көзең басқаны. Енді біздігі кезектегі көрінісіміз бау бақшадағы талас, табиғат пен талас, жер ана, табиғат ананың барлығы таласады. Соны біздің балаларымыз бейнелеп берсін, жаңбыр өз ашуын көрсетсін, жұлдыздар жарқырасын, жемістеріміз өсіп өнсін. Қане балалар, өз өнерлеріңді көрсете қойыңдар. Табиғатта мен бірінші орын аламын деп. Мен шиемін. Мен өте пайдалымын. Егер балалар мені жиі қолданса, қан қысымы қалыпты болады. Менің шырыным тыныштандырады және тұмауратып ыстығы шықса, бірден көмегімді береді. Демек, бұл бақшаның қожайыны менмін. Жоқ, бұл бақшаның қожайыны менмін. Мені жазда балалар сүйсіне жейді. Менде А, С, В, 6 дәрумендері бар. Менің жазда пайдам орасан. Мен алмұртпын. Менде А, В, С, П дәрумендері бар. Мен өте пайдалымын. Мені балалар көп жейді. Демек, бұл бақшаның қожайыны менмін. Мен асқабақтың жоқ, мен өте пайдалымын. Мені адамдар жақсы көреді. Менің құрамымда С, А дәрумендері бар. Демек, бұл бақшаның қожайыны менмін. Жоқ, мен ананас боламын. Менде дәрумендер өте көп. Балалар мені жақсы көреді. Балалар мені өте жақсы көреді. Бұл бақшаның қожайыны мен болам. Жоқ, мен пайдалымын. Мен өте пайдалымын. Менің құрамымда А, Б дәрумендері бар. Мен адамға пайдам мол. Сондықтан бұл бақтың қожайыны мен. Мен айман. Мен болмасам сендер өсермедіңдер. Мен түнді жарық қыламын. Мен нұрымды шашып тұрамын. Мен жемістерді өсірем. Айдан кейін мен жымыңдаймын. Дәмірдің қызылы күннен, киімнің жылуы жүннен, қараңғыда ай мен жұлдыз сендерге жарық шашып жымыңдаймыз. Мен болмасам сендер өсіп өнбейсіңдер. Мен күннің алдында суымды шашып тұрамын. Бұл бақшаның қожайыны мен боламын. Қойыңдар, таласпаңдар. Біз бәріміз табиғаттың бөлшегіміз. Менің нұрым болмасан сендер өсермедіңдер. Мен нұрымды шашып тұрам сендерге. Сендер сол нұрды алып өсесіңдер. Барлығымыз табиғаттың мүшесіміз. Жарайсыңдар. Көріңіз, е? Айсұлу, білесің бе? Мен сұлумын. Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын. Адамзат саған қараған кезде көздерін аша алмай қалады. Қап сені ме? Екеуі осыдан кейін барып, екеуі бір-бірінен ұялып, ай жұрттың көзіне көрінуге ұялады. Сөйтіп, ай өз алдына шыққаннан кейін барып, күн, ай кіргеннен кейін күн шығатын болып, осылай кезектесіп отырған екенбіз балалар. Түсінікті ғой, а? Арыстан жағдайы жақсы ма? Қалыңыз қалай? Кемек солой. Түлкіні дереу шақырыңдар. Атақшасы, сіздің ауырасыңызды білетін едім. Мен сізге бір сый әкелдім. Осы қойды жеп қарныңызды тойдыру
үшін қоя келдім. Және мен сізге ең ойлап таптым. Арыстан қасқырдың табанын тіске басаңыз жазылып кетесіз. Дереу қасқырды шақырыңдар. Сенің табаның маған ем екен. Сол үшін сенің табаныңды тістеп аламын.
құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мына бүгінгі жаратылыстану апталығымыз осымен ашық деп жарияланады. Ашылу салтанатымыз осымен аяқталды. Алдағы апта бойы сендерге аптадағы сайыстарға барлығына сендерге үлкен табыс, жеңіс тілеймін. Назарларыңызға үлкен рахмет.